арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастамас бұрын бір-бірімізге сәттілік тілеп алайық, иә? Аспанға қарап ай көрді, көлге қарап жер көрді, оңға солға бұрылып, елге мені ел көрдім. Қайырлы таң қонақтар, қайырлы таң достарым. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктем мезгілінің неше айы бар? Қане, кім атап береді көктем айларын? Қане, Медина, айтып. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсың. Қазір сәуір айы, иә? Сәуір айында қандай мереке бар? Ғарышкерлер күні, 12 сәуір ғарышкерлер күні бар, иә? Бүгін бізде ерекше күн болмақшы. Бүгін біз ғарышкерлер күні атап өтеміз. Айтыңдаршы балалар, біз қайда өмір сүреміз? Біз жерде өмір сүреміз. Біздің жоғарымызда не бар? Жоғарда зымыран бар, иә? Аспан бар. Ал балалар, ғарышкерлер дегеніміз кімдер? Қашанларды? Аспанға ұшатын адамдар, иә? Аспанға немен ұшады? Зымыранмен ұшады, иә? Оны әуе кемесі деп атаймыз. Балалар, ғарышкер ағаларымыз ғарышқа әуе кемесімен, зымыранмен ұшады екен, иә? Ғарышта көптеген ғалам бар. Олай болса, біз бүгін ғарышқа ұшып барып, аспан әлемін зерттейміз, иә? Ғарышкер ағаларымызбен танысамыз. Олай болса, экранға мұқият назар аударайық. Бүгін біз ғарышкер ағаларымызбен, зымыранмен танысамыз, иә? Бастап бір атты ғарыш кемесімен алғаш жердің орбитасын айналып ұшқан болатын. Сол кезден бастап бүгінгі күнге дейін 500-ден астам адам ғарышқа саяхаттаған. Олардың қатарында қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айымбетов те бар. Мұсабаев Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол ғарышқа 3 рет ұшып, сол жақта 341 күн, 9 сағат, 48 минут, 41 секунд болып қайтты. Осы күнге дейін Талғат Мұсабаев сияқты ешкім ғарыш кеңістігінде ұзақ уақыт болып көрмеген. Ғарышкерлер күні құтты болсын. Ал балалар, ең алғаш ғарышқа ұшқан Юрий Гагарин ағамыз екен, иә? Ол 1961 жылы 12 сәуірде Восток кемесімен ең алғаш ғарышқа ұшқан. Бұл ғарышқа ұшқан ғарышкерлеріміздің арасында Қазақстандық ағаларымыз да бар, иә? Олар кім деді? Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айымбетов. Жарайсыңдар балалар. Бұл ағаларымыз Қазақстанның қаһарманы, иә? Ержүрек ағаларымыз екен. Олар Қазақстанның ғарыш айлағы қай қалада орналасқан, иә? Байқоңыр ғарыш айлағы. Ғарышкерлер осы жерден ғарышқа ұшады екен. Бұл Байқоңыр біздің Қазақстанда, соның ішінде Қызылорда облысында орналасқан екен. Ал балалар, аспанға немен барамыз? Ұшақпен барамыз, иә? Олай болса, көзімізді жұмамыз. Ал балалар, көзімізді жайлап ашамыз. Біз ғарыш әлеміне келдік. Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің балалар, ғарыш әлеміне қош келдіңдер. Балалар, менімен түрлі қызықты ойындар ойнап, аспанға саяхат жасағыларың келе ме? Балалар, менде түрлі планеталар, зымырандар бар. Олай болса балалар, біздің планеталарымызбен танысу үшін менің сиқырлы экраныма назар аударайық балалар, иә? Сендер аспан әлеміндегі түрлі планеталарды көргілерің келе ме? Қане балалар, олай болса менің сиқырлы экраныма мұқият назар аударайық. Ғарышкермін. Бүгін бізбен бірге қане ғарыш әлеміне саяхат жасайық. Бұл
бізге жарық пен жылу береді. Бұл ай. Ай түнде аспанда жарқырайды. Ай өте әдемі көрінеді. Ал мынау жұлдыздар. Жұлдыздар өте алыста орналасқан. Түнде олар жымыңдап көрінеді. Ал енді планеталармен танысайық. Біздің күн жүйесінде 8 планета. Бізде бірге күнге ең жақын планета. Онда өте ыстық болады. Бұл планета өте кішкентай. Жер біз тұратын планета. Онда ауа, жер өте әдемі және тіршілікке бай. Марс қызыл планета. Оның беті қызыл түсті болып келеді. Ғалымдар бұл планетаны зерттеп жатыр. Юпитер ең үлкен планета. Ол өте алып және күшті дауылдары бар. Онда үлкен қызылдақ бар. Сатурн сақинасы бар планета. Оның сақиналары өте әдемі. Сатурн алыстан ерекше көрінеді. Уран мұзда алып планета. Ол көгілдір түсті болып көрінеді. Бұл планета өте суық. Нептун ең алыс планета. Онда өте қатты жел соғады. Бұл планета да өте суық. Ғарыш өте қызықты әлем. Біз бүгін көп нәрсе үйрендік. Мен сендерді болашақ ғарышкерлер деп ойлаймын, балалар. Ғарышқа саяхат ұнады ма? Тағы да бірге үйренеміз. Келесі кездескенше. Балалар, сендер де осындай аспанға ұшқыларың келе ме? Біз де болашақ ғарышкер боламыз, балалар? Ғарышкер болғыларың келе ме? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, ары қарай біз түрлі ойындар ойнайық. Ойын ойнағыларың келе ме? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мен сендерге түрлі ойындар дайындап қойдым, балалар. Олай болса, әрқайсың өздеріңнің ұнаған ойын орталықтарына бөлініп ойын ойнай қойыңдар, балалар. Қане, балалар, орнымыздан тұрамыз. Мен сендерге түрлі ойын дайындап қойдым. Сол ойын орталықтарына барып отыра қойыңдар, балалар. Ал, балалар, біздің алдымызда ғарыш әлемі, аспан әлемі тұр, балалар. Осы алдымызда қиылған қима суреттерді құрастырсақ, балалар, бізде аспан әлемі шығады екен. Қане, олай болса, ойынымызды бастайық. Қане, алдымызға аламыз, құрастырамыз, қане. Сол кезде бізде аспан әлемі шығады, балалар. Балалар, біздің алдымызда жартысын тап деген ойын тұр, балалар. Мына, балалар, біздің бағана айтылып жатқан аспан әлеміндегі планеталарымыз. Біздің алдымызда суреттер тұр, осының жартысы тұр. Осылардың жартысын алдының қасына қойып, бұлай жартысын тауып, суреттерді қоямыз, қане, балалар. Жартысын табамыз. Жарасынасын. Желіммен қасына жабыстырсақ. Балалар, алдымыздағы суретке қарайықшы. Ненің суреті тұр, балалар? Ғарышкердің суреті тұр екен, Осы ғарышкердің суреті түрлі түсті қаламмен бояймыз. Қане, балалар, жұлдыздың түсі қандай болады? Жұлдызды бояймыз. Ғарышкердің суретін. Қане, балалар, түрлі түсті қаламмен бояймыз. Қане, балалар, менің қолымда ақ парақтан жасалған ұшақ тұр, балалар. Бұл ұшақты біз аспанға ұшырсақ, ұшырып кетеді, балалар. Біздің алдымызда ақ парақ берілген, балалар. Енді осы ақ парақты осылай ортасынан тыншы бүктейміз. Қайнан көктейіп аламыз деп. Балалар, алдымыздағы суреттерді құрастырып болдық па? Жібек, біздің суретімізде не шықты? Телескоп шықты, Бұл телескоппен, балалар, біз аспан әлемін жақындатып қарауға болады екен, Иманәли, біздің не шықты? Зырылдауық тәрелке шықты, Бұл да аспан әлемінде ұшып жүреді, Нұриман, қане, сенен не шықты? Зымыран шықты. Аяла, сенен не шықты? Аспан әлемінде ұшып жүреді. Қане, балалар, біз суреттің жасын таптық па? Қане, суретке қарайықшы. Ненің суреті шықты? Аспандағы, тағанағы планеталар. Сосын мынау не? Мынау не?
балалар тапсырма ойынды жақсы ойнаппыз иә. Біздің ақпараттан не шықты? Ұшақ шықты. Енді осы ұшақты қане аспанға бүйтіп ұшырайық. Қане ұшырамыз. Жарайсыңдар. Ал балалар, олай болса, менің қасыма келе қойыңдар. Қонаққа келген ғарышкермен сергіп алайық, иә? Келе қой, сергіту сәтін жасап алайық. Ал балалар, мен сендермен қоштасамын. Басқа да сендер сияқты балаларды аспан әлемімен таныстырып келейін. Қош, сау болыңдар балалар. Сау болыңдар. Балалар, біз ғарышкерлер күніне арнап тақпақ жаттаған едік. Кім айтады? Натлар мекені қазақ жері байқоңыр, қажер саған жетеді қазақ жерім байқоңыр. Бет жемін астар бақытынан алмаймын, шексіз ғарышқа жұмарамен ұшамын. Шың ашып қарыстым туған елдің бағына, құшағына даламын, ораламын тағы да. Тоқтар менен талғат, ғарышқа ұшты самғат, емейін өседі көппен жеді залғап. Таңдай үлкен талабым, мен бармақтай баламын, көктің жүзін барлаймын, мен ғарышкер боламын. Мен ғарышкер болам, жұртқа асып бағам, зорын қуам, алдақтым, тоқтасының ағанын. Аспан алайым, саған жер қараймын, сені көзбен жуламын, мен ғарышкер боламын. Тоқтар мен тағат, ғарышқа асып самап, менің жасы ақында екеуіңе арнап. Ал балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз сендерге ұнады ма? Балалар, бүгінгі күн қалай аталады? Ғарышкерлер күні, жарайсыңдар. Біз қандай ғаламда өмір сүріп жатыр екенбіз? Жер ғаламшарында өмір сүріп жатырмыз, иә? Балалар, қандай ойын ойнадыңдар? Қастыру. Не жасадық? Ұшақ. Ұшақ жасады, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізге сендер өте жақсы қатыстыңдар. Мен сендердің барлықтарыңа жұлдыз таратам. Осы жұлдыздай жарқырап, тек биіктен көріңдер. Арманы бар бір ғана, талабы зор